Венесуэлада гайт чоққа сүрген бұхраны бір тәртіпке кетірмек үшін яны энтылув. Мемлекет президенті Николас Мадуро тәсіз топлашывыны чағара. Оның иштиракчилері яны анаясаны язмақ ве бөлеже барышықны тіклемек керектір. Нумайыш ве наразылық акциялары Венесуэлада әмді бір қач авта девам еті. Бұна себеп иқтисади ве ичтимаи бұхран ұлғандыр. Акция иштиракчилері үкімет ве президентінің истифасыны талап еті. Полиция хадимлері еле чатышма вақтында апрель айында 9 инсан әләк олды. Бұның еле 2017 сенесі Венесуэлада, региональ 2018 сенесі есе президент сайлавлары кечірілмек керек еді. Соравларға көре, үкімет башында олған социалистлер президент еле бірлікті жеди мағлюбиетке оғырай біле.